Қазыбектің Қалмақ ханына 3 рет елші болып баруы. Оқыған Ләззат Әлдибай. Қалмақтың ханы Хоңтәжі қазақ елін 3 рет шауып алғанда, малдан бөлек ішінде бірталай ұл мен қыз да кетіпті. Соны сұрап Қазыбек елші жіберсе, Хоңтәжі ешбір есе бермепті. Сондықтан қазақ билері бас қосып, Қалмақта шынымен-ақ ұлымыз құл, қызымыз күң болып кеткеніме қол жинап бір байқассақ қайтеді деп Абылайдың алдына келіпті. Сонда Абылай: біз әлі де өткір елші жіберіп сынасқанымыз жоқ. Іріктеп елші жіберіп, оған несе бермесе, сосын шайқасайық дейді. Осыған жиналған халық бәтуа қылып сөз байласады. Бұл жұмысты Қаракесек Келдібек биге жүктейді. Келдібек өзі бара алмай, өзіндей кісі таба алмай, ақыры Қазыбек деген үлкен баласын ұзақ жолға жіберіп, сынамақшы болып үйіне келсе, Қазыбек үйде жоқ екен. Оны желі басынан табады. Балам, жөн айтуды, жол айтуды білем екен деп сынайды. Балам, сен кімнің баласысың? Жөніңді айтшы дейді. Атым Қазыбек, әкем Келдібек, Шаншардың немересі боламын дейді баласы. Балам, сенің осылай асық ойнап, тай үйретіп жүргенің жақсы ма? Жоқ, жақсылардың қасына еріп, ел танып, жер танып, сөз танығаның жақсы ма? Балалық дәуірде тәтті екен, оны да тастағым келмей тұр. Бірақ жақсылардың қасына еріп, ел танып, жер танып, сөз таныған теріс болмас дейді Қазыбек. Олай болса үйге қайтшы дейді әкесі. Сөйтіп қасына 10 кісі ертіп, астына Телқоңыр дейтін тайды ертетіп беріп, Келдібек баласын ханға жібереді. Телқоңырды мінгізуіңде де себеп бар екен. Бір күні Келдібек жылқысын қаптатып келе жатып, қара жалды құлағұлықтың іші жер сызып, жылқыға ере алмай, аяғын әзер басып келе жатқанын байқайды. Мынаның ішінде тас бар ма, тұлпар бар ма? Бір құлынды мұнша неге ауырлайды жануар? Деп ойлайды. Күндердің күнінде сол бие құлындап, құлыны биенің мойнына, сауырына сүйкеніп, ойнап жүреді. Келдібек: бұған бір құлықтың сүті не болады дейсің? 2 биенің сүтін емсін. Қызыл тарланбы сүтті бие еді. Соның құлын өзің сойып жеді, соған теліп жібер деп тапсырады жылқышыға. Құлын сол 2 биенің сүтін емгендіктен Телқоңыр атаныпты. Келдібектің тасқа салса тасырқамайтын, мұзға салса таймайтын дегендей бір ыңғайлы жігітті Қазыбекке қосып беріпті. Қанша айтқанмен мынау бала ғой, бақылап жүрерсің деп тапсырыпты жігітке. Қазыбекті әкесі сөйтіп: бар, Абылай хан мен Тайкелтір биге сәлем бер деп қоя беріпті. Абылай бастаған топ бір дөңнің басына шығып тұрса керек. Самсап тұрған сары қолға атының маңдайын берген беті жетіп келіп, Қазыбек Абылайға сәлем беріпті. Абылай сәлемін алған соң: қай баласың балам? Деп жөн сұрапты. Атым Қазыбек, әкем Келдібек дейді бала. Балам, жол болсын, қайда барасың дейді хан. Мен ауылда жүргенде балалардың басшысы едім. Енді ағаларымның атшысы болайын деп келдім. Тай бәйгесі мен құнан бәйгесін көріп келдім. Енді ат бәйгесіне қосылайын деп келдім дейді бала. Сонда Абылай қарқ-қарқ күліп: жарайды балам, жарайды, барсаң бар, тайың да жақсы екен, сөзің де жақсы екен дейді. Сонымен Абылай: жүріңдер балалар, сендерді біраз жерге шығарып салып қайтайын дейді. Қол дабылды қағып жіберіп, ду етіп жүріп кетеді. Кілең таң асырып, таңдап мінген қаз мойын қамыс құлақтардың қолтығы қыза келе, біреуі сары желіске салып, біреуі жорғаға басады. Телқоңыр болса, еті қызған сайын аузынан көбік шашып, алды-артын орап, ортекедей ойнап келеді. Ауыздығымен алысып келе жатқан балаға Абылайдың тағы да назары ауып: балам, сен бері келші деп Қазыбекті қасына шақырып алады. Шыныңды айтшы, атшы болғың келе ме, басшы болғың келе ме деп сұрайды. Сонда бала: тәйірі, мен
Жол көрген ағаларымның қасында басшы болып нен қыламын, атшы болсам да жарар дейді. Сонда Абылай бір төбенің басына жұртты еріп тұра қалып: ал балалар, барыңдар, жолдарың оңынан болсын, алдарың олжаға толсын, басшыларың тай келтір би болсын, хандарың қарқаралы хан Бертіс болсын, батырларың Малайсары болсын, атшыларың мына Қазбек бала болсын. Үлкендеріңді кішілерің сыйлаңдар, көп арасында мына Қазбек сықылды кішінің де сөзін тыңдаңдар. Жат елдің алдында жақсы елдің баласы ұқсап тұрыңдар. Қалмақтың ханы Хоңтәжі асып туған, тасып жүрген, қол бастайтын батырмын, жол бастайтын көсеммін, сөз бастайтын шешемін деп жүрген хан ғой. Мұнда қол бастайтын батыр болу да қымбат, жол бастайтын көсем болу да қымбат. Бәрінен де ел тағдырын шешетін шешем болу қымбат. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан. Елдесе алмай жауласып кетсек, сендердің олақтықтарыңнан болғаны. Жауды алмас қылышпен де көндіруге болады. Өткір сөзбен де көндіруге болады. Мылтықпен дәлдеп атып жығуға да болады. Сөзбен дәлдеп айтып жығуға да болады. Ауыздан шыққан сөз атылған оқпен бірдей қайтып ала алмайсыңдар. Сөз сөйлегенде ойлап сөйлеу керек дейді. Сонда Бертіс тұрып: хандық дәуірді басынан өткізген біз осы жолы суын сүт қылып қайнатпасақ бізден қатын артық. Қасықтай қанымызды, шыбындай жанымызды салып көрерміз деп міндетіне алғандай болады. Сонымен Абылай қош айтысып қайтып кетеді де, елшілер ілгері сапар шегеді. Елшілер көп қиыншылықты бастан кешіреді. Аязды күні аттарына қар тепкізеді. Неше бір қиын асу белдерден, суы ащы көлдерден асады. Сұрай-сұрай Тарбағатай тауының таң жағында, Алтай тауының оң жағында отырған хан ордасына барып жетеді. Кешке жақын Қазыбек жетіп барып: қазақ елінің елшісі едік, қайда орналасамыз деп ханға жеткізеді. Сонда хан ордада уәзірлермен бас қосып отырған екен. Пойыз жасап шығымданбай-ақ бөліп-бөліп қонақ қылыңдар деп, оннан 5-тен отырған уәзірлеріне хан табыс қылады. Сонда Қазыбек: менің 100 атым бар, 100 кісі атшым жоқ, аттарды тарата алмаймын, бір жерден орын берсін дейді. Содан басқалардың албарларына барлық аттар бірдей сыймайды да. Хан аттарды өз албарына байлатады. Мұны Қазыбек ат үстінде тұрып реттесе керек. Сонда ханның әйелі: тайға мініп балада келген бе деп таңданып Қазыбекке назар салыпты. Сол күні кешке хан ордасына уәзірлерін, билерін жиып, ханымын қасына алып кеңесіпті. Сөзді өзі бастап: дүйім қазақ елі бізді қамап құрсаулай бастады. Тіпті тайға мінгізіп мына баласын да жіберіпті. Абылайдың бізді келеке қылғаны қалай? Менің ойым мынау: келекеге келген қылып осылардың кісілерін қырып тастап аттарын жылқыға қоса салсақ қайтеді депті. Барлық қалмақ мақұл десіп жапырлап қостапты. Бұл ұсынысты сонда ханым тұрып: хан ием, оныңыз дұрыс болмас. Қазақ дегеніңіз қабырғалы ел ғой, оның үстіне елшіге өлім жоқ деген бар. Жат елдің елшісі келгенде хандық қасиетіңізді сақтап сөзін тыңдау керек. 100 кісіні өлтіріп жайлана алмассыз. 100 атты жылқыңызға қосып байы қоймассыз. Тай дегеніңіз тұлпар болып жүрмесін, бала дегеніңіз сұңқар болып жүрмесін, байқайық деген екен. Сонда хан тұрып: олай болса елшілерді ертең ордаға жинаңдар. Өзіме өзі, сөзіме сөзі сай келетін адам болса оны көрейін, сай келмейтін болса жазасын сол арада берейін деп уәзірлерін таратыпты. Ертеңіне хан ерте тұрып, өзінің данышпан ақылгөй қариясы бар екен. Сол кісіні шақыртып алып: мынау қазақ елшілері келіп жатыр. Осылардың сөзіне есе берсек, сүбемізді суырып кететіні бар ма екен? Сен барып осыларды сынап келші дейді. Қария жарайды деп
қолына таяғын алып көпшілікке келіп, әр қайсысымен 2-3 ауыз сөзге келіп, бұлардың арасынан ештеңе таба алмағандай болады. Алыстан келген ел ғой, ат тоны қандай сайлы ма екен деп аттарды аралайды. Аттардың ішіне барса, 2 қолы 2 жақта, аузынан жалын атқылап, Қазыбек шалқасынан түсіп ұйықтап жатыр екен. Қария баланы әрі-бері айналып тұрып қалады. Ханға барып, мен мынау көпшіліктің ішінен сен шошитындай адам таба алмадым, бірақ мен басқа бір нәрседен шошып келдім депті. Хан, неден шошындың десе, қария, жылқының ішінде бір бала 2 аяғы 2 жақта, 2 қолы 2 жақта құлаш ұрып жатыр екен. Аузынан жалын атқылайды. Аузым жеткенше сөйлеймін, аяғым жеткенше жүремін, төңіректің 4 бұрышына сөйлесуге жараймын, халықты қара шыбындай аузыма үймелетемін дегенде екен дейді. Сонда хан тұрып, сен аузыңды басып, ақылыңнан шатасып тұр екенсің. Ол өзі бала болса, өзі аттардың арасында жатса, бұл жолы аттарына ие болып қайтар. Ол ер жетіп, сүбемізді суырғанша талай өмір өтер. Олай болса, бұларды қамап қаңтармайық дейді хан. Сонан соң ханның ыңғайлы атқа мінгендей, ықшам киім кигендей жігіттері келіп, сөзге дәмелің қалмаңдар деп шақырып кетеді. Қазыбек те аттардың арасында қалмай, жігіттермен бірге хан ордасына келіп кіреді. Сонда хан тұрып, ашулы жүзбен түсін суытып, мұртын тікірейтіп, «Я қазақтар, неменеге келдіңдер? Айтатындарың болса айтыңдар» депті. Бұлардың басшысы Тайкелтір би асырып айтпайтын бұқпа кісі екен. Дегеннен шарқылдасып, шақылдасып қайтеміз деген кісіше. Өлеңді өзгеге бердік, өрлікті төменге бердік, алдияр тақсыр, алдыңа келдік. Берсең алдық, бермесең қалдық, сөзді өзіңе салдық деп 3-4 ауыз тақпақпен сөзді тастай береді. Сонда асып тұрған тәккапар Хоңтажы хан Тайкелтірдің төмендеп сөйлеген сөзіне үстем болып, олай болса, кешке шейін бір жауап қайрармын, жауап қайтпай қалатын күн болса, ат тоныңның амандығында елді тапқанда теріс болмас депті. Сөйтіп, Тайкелтір 3-4 ауыз тақпақпен сөз тастап еді, хан оны 2 ауыз сөзбен үзіп тастайды. Үзілген сөзді жалғап, қазақтар жағынан ешкім ештеңе дей алмайды. Қазақ қалмақ осы арада таразыға түскендей болады. Қазақ елшілері тығырыққа тірелгендей болып қалады. Сонда Қазыбек есік жақта өз жігіттерінің жанында еркелегендей болып отыр еді. Айнала бір қарап, ешкім ештеңе дей қоймаған соң, орнынан атып тұрып, хан бертіске жетіп барады. Ерден ердің несі артық, ептестірген сөз артық, малдан малдың несі артық, бірақ асым ет артық, жерден жердің несі артық, бірақ уыз шеп артық. Міндетің алған сөзден, шегінген жігіттен, аштан өлген аюдың өзі артық дейді. Содан кейін Хоңтажыге жетіп келіп, қарсы тұра қалып, ел ебелек емес, ер кебенек емес, дат дейді. Өй, өзің жөніңді айтшы, атың кім? Депті хан. Атым Қазыбек, әкем Келдібек, халқым қазақ, руым қара кесек деп жауап беріпті. Даусың қаздың даусындай қаңқылдап тұр екен. Ал датыңды айтшы депті хан. Сонда Қазыбек, біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан еліміз. Ешбір дұшпан басынбаған еліміз. Басымыздан сөз асырмаған еліміз. Досымызды сақтай білген еліміз. Дәм тұзда ақтай білген еліміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген еліміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын еліміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ.
қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір балқытқалы келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, бермесең дірілдемей жөніңді айт. Не тұрсатын жеріңді айт, депті. Сонда Хоң-тәжі не дерін білмей сасып қалыпты. Өзің сөзге келген бала болсаң, отырған орның қандай төмен еді? Бұлай жоғары шықшы шырағым, деп төмен қарай жылжып қопаңдай беріпті. Сонда Қазыбек: біздің қазақтың әдетінде жасына қарай отырып, жағына қарай сөз сөйлей береді. Өзімнен үлкен ағаларым төрде отырса, маған төбеде отырғанмен бірдей, деп жалт бұрылып орнына қайта барып отырады. Сонда Қазыбектің сөзі ханның басынан асып, хан не дерін білмей сасып қалыпты да, осылардың өздері келгелі әр үйде жүр. Алыстан келген елші ғой, ашулары бойында тұр екен. Қонақ үйіне алып барып, бір жерден күтімге алыңдаршы, депті. Сонда қалмақтар жағы: ауыл қазақтар қонақ үйіне жүріңдер, бір жерден күтім көріңдер, деп ертіп шығыпты. Қазақтар шығып кетеді де, қалмақтар бірыңғай қалып қояды. Барлық қалмақ жиылып ханның қасына келіп: бір жұдырықтай баладан қарасуға түсіп осынша дірілдеп кеткеніңіз не, деседі. Сонда Хоң-тәжі тұрып: сендер білген жоқсыңдар. Сөзді өңменімнен сұққылап тұрып айтқан кезде, екі иығындағы екі аю аузынан от шашып, тыпыр етші, осыдан көріп алайын, деп тұрды. Мінекей, мен содан қатты сескендім. Сендерге көрінбегенмен маған солай көрінді. Менің бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал мен жанын сұрағандарын есептеп санап, алдына салып беріңдер, дейді. Мал мен жанды есептеп бергеннен кейін хан тұрып: мен хан болғалы, басыма қасиет қонғалы, ешбір адамға тізе бүгіп көрген жоқ едім. Жығылғанымды білдіріп, сіздерге біраз сый қылайын, деп бұлардың басшы адамдарының әр қайсысына бір тоғыздан сый беріпті. Қазыбек те солардың ішінде болыпты. Жаным Қазыбек, сен жаңа үйреткен жас тұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіңе буыным шыдамай сіресіп тұра алмадым. Сондықтан саған екі түрлі белгі беремін. Біреуі сенің даусың қаздың даусындай қаңқылдап шығады екен. Сондықтан сенің атың бұдан былай қаз дауысты Қазыбек болсын. Екінші, қос тоғыз жүлде байладым. Бұдан былай сен екі сыбағалы бол, депті. Сөйтіп, есеп қисап бітіп, қазақтар жағы қайтпақшы болады. Мал мен жанды алдына өрістетіп салып, олармен хан қош айтыспақ болып ере шығады. Содан қош айтысып, бір төбенің басына иіріліп тұрса, қазақтың бір жігіті ортаға шығып, бәріне мұңын шағыпты. Уа, жиын топ, ағайын қауым, менің айтпағым мынау. Мен басында қазақтың жылқышысы едім. Жылқы бағып жүріп, жылқымен бірге қалмақтың қолына түстім. Мұнда келгеннен кейін уәзір ұрып, тонымды тартып алды. Өз ықтиярыммен бермеп едім, сабап тісімді сындырды. Атымды алып ұйқым бұзылды, тісім сынып, сөзім бұзылды. Осыларға жиылған көпшілік не дер екен, депті. Сонда Хоң-тәжі тұрып: бұл немене? Басында біткеннен кейін аяғында еселеп даулай беру дұрыс бола ма? Тон дегенің бір тоқтышақтың терісі шығар. Ат дегенің сырты түкті, іші боқты бір тай шығар. Ал тіс сынса ауыз ішінде, қол сынса жең ішінде емес пе, депті. Осы жерде қазақ, қалмақ тағы бір таразыға түскендей болып қалады. Ешкім ештеңе дей қоймайды. Сонда Қазыбек кіші болып кейінірек тұр екен. Атты борбайға артып жіберіп, Хоң-тәжі қасына жетіп келіп: тісі сынса ауыз ішінде, қолы сынса жең ішінде жүре беру керек деген не сөз? Оның үстіндегі жалғыз тоны жанат емей немене? Аузындағы 30 тіс болат емей немене? Астындағы жалғыз ат қанат емей немене? Ханның бізбен қарыспай бітіскендегі рас болатын болса,
жанатынан айырмай, болатынан майырмай, қанатынан қайырмай, алған қайыру керек. Қазақ қалмақтың сатып алған құл емес, бұл да біреудің ардақтап асыраған ұлы, ерікті ұл, көрікті болып қайту керек депті. Сонда Хоң-тәжі Қазыбек сөйлесе, аруағы басып кетіп, аузына сөз түспей қалған екен. Мә, жанатыңа жанатым деп ішігін шешіп, болатыңа болатым деп болат семсерін береді. Мә, қанатыңа қанатым деп астындағы қара қасқа тұлпарын көлденең ұсыныпты. Өзі ашылып тұрған жігіт осы жолы тентікке қолы тигеніне көзі жеткеннен кейін жанат ішікті киіп, болат семсерді асынып, қара қасқа тұлпарға мініп алып, ал менің де дауым бітті, енді қош айтысуларыңа болады депті. Сонда мал жанын түп-түгел қайырып алып, Қазыбек бастаған қазақ елшілері көшкен елдей гулеп жүріп кеткенде, қасында бір топ кісісі бар Хоң-тәжі тоналғандай мең-зең күйде бір дөңнің үстінде қала беріпті деседі. Тыңдағандарыңызға рахмет, лүпіл басып қолдап отырыңыздар.